Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздер мен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бір күндік арықтауға арналған менюдің рецептерін ұсынамын. Барлығы өте қарапайым әрі өте дәмді рецептер, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы рецептермен дайындап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркелуге шақырамын. Бұл жерден сіздер өте дәмді, көптеген пайдалы рецептер таба аласыздар. Ендеше бүгінгі менюдің таңғасын дайындаймыз. Бұл бізде жұмыртқа мен ірімшік қосылған бутерброд. Өте дәмді бутерброд. Бізге ол үшін қажетті 2 піскен жұмыртқа, ірімшік және салат жапырағы. Піскен жұмыртқаларды видеода көрсетілгендей ұсақтап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді осы туралған жұмыртқаға салат жапырағын қосамыз. Дәміне қарай тұз қосып және 1-2 ас қасықтай қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Дөңгелек лаваштың ортасына осы жұмыртқа мен салат жапырағын салып, осылай біркелкі етіп видеодадай жаямыз ортасына. Енді ірімшікті видеодадай өте жұқа етіп тураймыз, немесе турамай үкіштен өткізіп, осылай жұмыртқалардың бетіне салуға болады. Қазір біз лавашты орап табаға салып, екі жағынан қызартқан кезде осы ірімшіктер езіліп, өте дәмді болып шығады. Лавашты осылай видеодадай екі жағынан ораймыз. Және қызған табаға екі жағынан қызартып аламыз. Шамамен 2-3 минуттай. Міне осындай жұмыртқа және ірімшік қосылған өте дәмді тойымды бутерброд дайын болды. Бұл менің ең сүйіп жейтін таңғы астарымның бірі. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі таңғы ас үшін өте тойымды. Таңғы ас пен түскі ас арасында перекусқа мен бұл жолы кептірілген жемістермен цикорий ішуді таңдадым. Маған цикорий ішкен қатты ұнайды, осындай түрін пайдаланамын, сіздерге де кеңес беремін. Ал бүгінгі түскі асқа біздерде плов және де көкөністерден салат. Плов дайындау үшін алдымен тауық етін орташа етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Тауық етін турап болған соң пиязды 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Плов дайындау үшін қажетті сәбізді мен алдын ала күштен өткізіп алдым. Енді табаны алдын ала қыздырып аламыз. Оған 1 ас қасықтай зәйтүн майын құямыз. Енді майық әбден қызған соң туралған тауық еттерін біртіндеп салып қуырамыз. Жақсылап араластырамыз. Екі жағынан шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Тауық еттері қуырылып болған соң ұсақтап туралған пияз салып, пияз жұмсарғанша және сарғайғанша асықпай қуырамыз. Пияз қуырылған соң үстінен үкіштен өткізілген сәбіз саламыз. Және жақсылап араластырамыз.
сәбіз әбден жұмсақ болу үшін шамамен 3 минуттай бұқтырамыз. Бұқтырып болған соң енді дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз және қалауымызша дәмдеуіштер пайдаланамыз. Мен бұл жерде кептірілген сарымсақ пайдаландым, кәдімгі сарымсақты да қосуға болады. Және дәмдеуіштер ретінде паприка қолдандым. Сіздер өздеріңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді пайдаланыңыздар. Және міндетті түрде куркума пайдаландым. Және де қара бұрыш қостым. Енді үстінен ыстық су құямыз. Және алдын ала жуып тазалап қойған күріштерімізді саламыз. Видеодадай жақсылап осылай араластырамыз. Су күріштің әбден бетін жауып тұруы қажет. Плов пісірген кезде менің үнемі қолданатын әдісім бұл: суы әбден тартылып болған соң 20 минутта баяу отта күрішті пісіремін. Сол кезде күріш бір-біріне жабыспай өте дәмді, сондай рассыпчатый болып шығады. Маған сондай болып піскен қатты ұнайды. Міне осындай әдіспен мен бүгін түскі асқа ПП плов дайындадым. Бұл өте дәмді рецепт, сондықтан міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Және түскі асқа міндетті түрде салатты қосуды ұмытпаймыз. Бүгінгі түскі асқа мен көкөністерден салат дайындадым, яғни қияр, қызанақ және салат жапырағынан тұратын өте қарапайым әрі дәмді салат дайындадым. Осындай түскі ас сіздерге де ұнайды деп ойлаймын, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал бүгінгі түскі ас пен кешкі ас арасында перекусқа бізде кәдімгі жеміс және де жаңғақтар. Жеміске мен алма таңдадым, және де жаңғақтарда менде миндаль және арахис. Ал кешкі асқа бүгін бізде таза белоктан тұратын құймақ және де ірімшік, қызанақ, салат жапырағынан тұратын начинка болады. Өте дәмді құймақ, сондықтан бұл өте керемет кешкі ас. Құймақ дайындау үшін бізге тауық етінен фарш қажет болады және 2 жұмыртқа. Ал начинкасына менде ірімшік, бұл сулугуни ірімшігі, қызанақ және де салат жапырағы қажет болады. Алдымен начинкаға қажетті ірімшік және қызанақты турап алайық. Ірімшікті осылай жұқа етіп тураймыз. Сулугуни ірімшігі немесе кез келген жеңіл ірімшік болса болады. Және қызанақты да жұқалап дөңгелек етіп тураймыз. Енді құймақ дайындау үшін тауық етінен фаршқа 2 жұмыртқаны қосып, дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Және де шаңышқымен жақсылап араластырамыз. Енді қызған табаға кішкене сары май жағып, құймақты құямыз. Шамамен 2 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді құймақты екінші жағына асықпай аударып аламыз. Енді осы жерде начинкамызды саламыз. Алдымен ірімшік саламыз, туралған қызанақ саламыз және де бетін салат жапырағымен жабамыз. Енді осылай видеодадай құймақты 2-ге бөліп, алып ыдысқа саламыз. Міне осындай өте дәмді, таза белоктан тұратын құймақ дайын болды. Бұл өте тойымды кешкі ас. Осындай құймақты міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте тойымды болып шығады.
Бүгінгі кешкі астың рецепті осы. Достар, бүгінгі меню сіздерге ұнады деп ойлаймын. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас барлығы өте қарапайым әрі өте дәмді рецепттер. Сондықтан видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде осы рецепттермен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, осы жерде қоңыраушаны басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымнан сіздерге міндетті түрде бірінші болып уведомление келіп тұрады. Әрі менің каналымда көптеген плейлисттер бар. Бұл жерде ПП емес, көптеген тамақтардың, ыстық тағамдар, көптеген тәтті тағамдардың, таңғы ас және осындай менюдің көптеген рецепттерін таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінге қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Мансия.